Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін рукколамен осындай салат дайындаймыз. Бізге қажетті ингредиенттер апельсин, свекла, горчица, брынза және руккола. Бірінші этапта свекланың қабығын ашып, орташа көлемде турап аламыз. Апельсиннің де сыртын ашып, ұзындығы бойынша турап аламыз. Бөлек ыдысқа приправа, қара бұрыш, тұз салып, чеснокты осылай турап, майдалап, сосын бірге қосып салатын боламыз. Үстіне апельсиннің соғын қосып, горчица 2 шай қасық салып, имбир қосамыз. Және сұйық май мен балды қосуды да ұмытпаймыз. Жақсылап араластырып, жартысын бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Рукколамызды осы соусқа жақсылап араластырып аламыз. Енді салатымызды өзіңіз қалағандай әдемілеуге болады. Барлық ингредиенттерді тарелкаға қойып шығып, ең соңынан тағы да соусты құйып шығамыз. Біздің салатымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.